Селам алейкум, урметлі серджілер, бұ UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін январинын 15-ші базарыты сукуну. Прокурор Украин Владимир Балухны 5 ел ве 1 айлық ерлешув колониясына макюм етімеге талап еті. Фаль патрон ве тротил ташларының канунсыз суретте сақлап тұтуында қабатланыла. Әмді оны $350 мехдарында пара жазасыны өдемеге талап етелер. Ишғал етілген Қырымның Русия незаретінде чалышқан Ақшейх район махкемесінде Украин фуалінің давасы бойынша махкеме отырышы кечірілді. Қабатлы ежі тарав Балухның қабаты тамамынен избатланғаныны білдірді. Имайысы Ознев бетінде махкеме кетешаты девамында қабатлав тарафының шатларының бұйық бір қысмы сорғуға чекелмегеніні қайд еті. Тенту вақтында алынған делилерден есе файдаланмаға мүмкін дегіл. Чүнки олар канун бозылувлары иле топланылған еді. Нұқтай назарым үшін саяси тақыпке оғырақыным анлашыла бұ қадар. Бір системасыдыр қорқузмақ, сұстырмақ, меслеке факыр бүлдірмек үшін чөря қадырмамақ. 2014 сенесі Қырымда 14 сенесі барде олған вакияларының бұйық бір жинаят олғанымыны ве осептен әркесінің жеза көргенini анлаған инсанларға незбеттен қоланылған система. Владимир Балух 2016 сенесі декабрь айында тұтып алынды. ФСБ хадемлері әві чардағында 90 патрон ве бір қач тротил ташының тапылғаныны білдіре. 2017 сенесі август айында Украин фалі 3 ел ве 7 айлық умуми низам колониясына макюм етілген еді. Ве $170 мехдарында пара жазасыны өдемеге керек еді. Истинавшы кейетінің бақылмасы девамында Балухның үкмі лағу етілі. Ише исетті крар бақуға йоланыла. Ярын Ақшейх махкемесі үкімні элан етмелі. Балухның имайысы ве ұқу қорчылы жыларының Украин тарафдары олғаны үшін тәқип етілгеніні білдіре. Ишғал етілген Қырымдаки еві үзерінде Украина байрағы асылған еді. Я убежден, что вот Еминім, илерде де бұдайми басымызға девам етсек, оларны андан о жайынымден әртеже чықырырмыз. Мемлекетімізде олған әрбір жемат, ватандашлық бірлігіні рөлі мұйым олғанына еминім. Олар селтен бірі. Дүнияға бізім енді башқа олғанымызны бізні алдадып аламағанларыны көстере. Бұтын бұл мұқтекліклеріні көреміз. Мақсатқа ынтыламыз ве оны ирышырмыз. Топрағымызны ишғалжерден азат етеміз. Юқары рада ешінедан басының деоккупациясы ақындаки қанун лейхасының бақылмасындан башлайжақ. Бұны узлаштырыжы шурада спикер Андрей Парубий білдірді. Законопроект про деоккупацію, законопроект, який передбачає... Деоккупация ақындаки қанун лейхасы Русия Федерациясыны қануни севиеде тәжівіз мемлекет оларының таны. Бұ қайет кілімне бір весиқа. 673 тезітувден 374 ред етілген. Шын үшін бұқылғане қадар вақыт керек олажағыны айтмаға қиын. Бесебелікі бір қач саат керек олыр. Ве ярынке топлашуымызны ондан башламаға тәклиф едім. Мұна қаша оның не қадар сүржегенні көстерер. Авропа парламенті январинын 17-сі чаршынбе күні кечірілежек. Мұнақашаларда Авропа бірлігі мемлекетлерінде Русия тәшвиқатының тесіріні музыкере етежек. Бұны Авропа парламентінің ресми темселжесі Марджори Ван Ден Бруке білдірді. Мұнақаша тәшібішчісі Авропа халық ферқасы. Тәшвиқатқа қаршы күреш үшін жематқа дезинформация меселесіні анлатмақ ве истихбарат журналистикасының терақиятына ятырымларны арттырмақ теклиф етелер. Авропа парламентінің пленар сессиясы бүгін Страсбургта башлана. Январьның 18-не қадар девам етежек. Милош Земанның екінші сефер президент вазифесіне кечмесі Русияның менфатындадыр. Шының үшін Русия сайлав кетешатына тесір ете біле. Бұны сайлавларының екінші басамағында Земанның рақыбы Ирджи Драгошчех радиосына білдірді. Оның айтқаны кебі Чехияның Русияның әрекетлері себебінден қасевет етмек үшін әсаслары етірледір. Драгоштың фикріне көре Русияге қаршы санкцияларны ләғу етмеге дайырты. Чүнке оларының әсас себебі Украина топрағының ишғалі да yok олмаған. Менімде, сайлаварымыз Русияның менфаатындаdır. Милош заманның ғайрындан сайлануы Русия мақсус хизметлеріні марақландыра. Бұны избатлап оламайым, ама мақсус хизметіміз бұны ергелік музасында тыздықлады.
Хатырлатам, Чехия президент сайлавларының бірінші басамағы нәтижесінде Милыш Земан рейлерінің 38 файзаны рақыбы Иржи Драгыш 26 файзаны қазанды. Екінші тур январының 26-сы ве 27-сінде кечірілежек. Чехия президенті 5 елға сайланыла. Русияның перім шайыры мектебінде олған күтекілешув нәтижесінде 15 инсан яралады. Оджаве эки осму реанимацияда да 12 талебе бала клиник хастаханесіне еткіздірілған. Бұны региональ сағлық сақлав назерлігі білдіре. Вақа ерлі вақытқа көре саба саат 10-ларда 127 мектепте олып кечті. Эки талебе арасындаки зидиет пычақлашу ве көтекілешувге чауранды. Дүгішкенлеріні Оджаве талебелер тінчіландырмаға тұрышқан еді. Мектепте дәрслер тоқтатылды, инсанлар тахлие етілді. Ульдырув суйқасты маддесі бойынша жинайы иш ачылды. Дүнияның 4-нчы ракеткасы Украина Элина Свитолина Grand Slam сериясын Australian Open турнирының 1-нчы раундында дүния рейтингінің 279 номерасы Сырп Ивана Яровичны 6-3, 6-2 эсабы елеянды. Свитолина карьерасында 5-нчы кере турнирның 2-нчы раундына кечті. Мельбурнда 3-нчы раундан да кечіп оламаған еді. Australian Open турнирының 3-нчы басамағында Украинаның рақыбы Чех Катержина Синякова олажақ. Құрметлі серджилер, бұл дақиқаға бұл соңғы хабарымыз еді. Да чоқ хабарларны сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.